Балалар, бүгін сабағым 81-ші сабақ. Мен не үйрендім дейді. Бірінші сабағымды көрместен бұрын каналымды тіркеліп кетсеңіздер, 17 мың подписчикке сәл ғана қалды. Мәтінді мұқият тыңда дейді. Көктем кезі Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Сотников салған суреттерге еліктеп тауды, көлді бейнеледі. Бір күн оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. Мұнаны кім жасаған деп сұрады Сотников. Менің жолдасым мысық. Ол қайда? Ауылда. Оқыған ба? Жоқ, оқымаған. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқыған жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің деді Сотников. Шоқан алғыс қырға қарап ойланып тұрып қалды. Мәтін мазмұнын кеткен тақырыпты қысқаша атауын таңда дейді. Мына жерден көрінбей қапты, сол үшін. Бұл жерде өнерпаз бала екен. Мәтінде кім не туралы айтылған дейді. Біріншісінде кім не туралы айтылған. Мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға барып оқуының қажет туралы айтылған екен. Міне. Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін қалпына келтіріп жаз дейді. Қалпына келтіріп жаз дейді. Біріншісін балалар, бұл өнерпаз бала. Оған білім керек деп жазасыздар біріншісіне міне бірге. Екіншісі, білім беру үшін мектеп ашу қажет. Үшіншісіне, сенің қалаға барып оқыған жөн. Төртіншісі, оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің деген екен. Үстіп жазады екенбіз. Енді ары қарай бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Сөйлемдерін есімдер тауып үш жаққа жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз дейді. Бұл жерде өнерпаз және бала деген сөздер екен. Бұл жерде зат есімдерді қарасақ, зат есімдер бізде бала және білім деген сөздер екен. Бала және білім деген. Енді жеке және көпше түрге тәуелдеп жазамыз. Міне жекеше түрде менің балам, сенің балаң, сіздің балаңыз, оның баласы болады екен. Көпше түрде болса, біздің баламыз, сендердің балаларың, сіздердің балаларыңыз, олардың балалары болады екен. Енді білім деген сөзге менің білімім, сенің білімің, сіздің біліміңіз, оның білімі болды. Ал көпше түрде біздің біліміміз, сендердің білімдерің, сіздердің білімдеріңіз, олардың білімдері болды. Міне. Жеке және көпше түрге тәуелдеп жазды. Ары қарай бізде мәтін бөліктерінің атауын толықтыр дейді. Сотниковтың ауылға келуі, балшықтан жасалған күйме, мысық өнерпаз бала, Сотниковтың ақылы. Міне үстіп жазасыздар. Құраған жоспарым бойынша мәтін мазмұнын айт дейді. Мәтін мазмұнын айтасыздар. Бірінші, Сотниковтың ауылға келуі, балшықтан жасалған күйме, мысықтың өнерпаз бала, Сотниковтың ақылы. Сөздерді оқы. Үш, біл, сыз, жүз, өшір. Адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза, биік дейді. Бірінші жолдағы сөздерді қай сөз табына жатады екен? Екіншідегіші дейді. Бірінші, етістік не істеді дегенге жауап береді екен. Етістікке жатады екен. Екіншісі, сын есім қандай деген сұраққа жауап береді екен. Енді осы сөздердің зат есім жасап жаз дейді. Сұрақ қой дейді. Бұлар қандай зат есім деп аталады? Неліктен дейді. Зат есім жасайтын болса, қараңыздар. Ұшқыш болады екен. Кім? Біл, білім, не, жүз, жүзгіш, кім, сызғыш, не, өшір, өшіргіш, не болды. Ал енді екіншісі адал, адалдық,
не, ұзын ұзындық, жана жаналық, сұлу сұлулық, таза тазалық, биік биіктік болды. Бұлар бізде туынды зат есім деп аталады. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған екен. Балалар, бүгін сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.